Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жұмсақ нанның қалай жасалу жолын үйрететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Наныңыз осылай жұмсақ, әрі өте майысқақ, әдемі болып шығуының құпияларын бөлісетін боламын. Ал енді бізге керекті ингредиенттермен таныстырайын. Құрғақ ашытқы және сары май, тұз дәміне қарай және жылы су, ұн. Осыларды рет-ретімен салып, жақсылап араластырып аламыз. Біз сары майды қосу себебіміз, яғни біздің нанымыздың жұмсақ болып шығуына септігін тигізеді. Ең бірінші осы сары майымызды ұнмен жақсылап араластырып, барлығын біркелкі массаға келтіреміз. Ұнымызды пайдаланбас бұрын ең бірінші електен өткізіп алуымыз тиіс. Яғни біздің осы нанымыздың жақсы көтерілуіне оның да септігінің зор екенін айта аламын. Енді біз жұмсақ қамыр илейміз. Суымыз температурасы жылы болу керек. Жылы суды пайдаланамыз. Осылай жақсылап қамырымызды жақсылап илейміз. Арасында ешқандай дұрыс иленбей қалу деген болмау керек. Өте жұмсақ қып илейміз. Жақсылап бетін жауып, сыртын матамен, болмаса қандай да бір орауыштармен орап, жылы жерде қалдырамыз. Бір 10-15 минуттан кейін қайта илейтін боламыз. Жалпы жарты сағат көлемінде қалдырсаңыздар, жылы жерде тез көтеріліп шығады. Жалпы сіздер өзі құрғақ қопсытқышты қалай, құрғақ ашытқыны қалай қосқандарыңызға да байланысты жалпы. Енді жақсылап тағы да бір қайтарып илеп қоямыз қамырымызды. Міне, біздің қамырымыз тағы да бір илеп, осылай әдемі болып жай көтеріліп жатқан кезде міндетті түрде жылы сумен қалдырдық. 10-15 минутта көтеріліп, әдемі болып көтерілді. Енді біз табаларымызды жақсылап майлап, осы нандарымызды бірнеше бөлікке бөліп салатын боламыз. Менің осы ашытқан қамырымнан 2 таба нан шықты. Яғни біз қамырды салған кезде өте қалың қылып алмаймыз. Және кішкене көлемін кішкентайлау қылып аламыз. Сонда және де көбірек жайыңқыраймыз. Көбірек жайып, өте жұқа қып жайып пісірсеңіздер, нандарыңыз керемет болып көтеріліп, арасының бәрі қуыс болып, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде солай жасаңыздар. Осылай табаға салып алғаннан кейін табаларымыздың бетін жауып, сыртын матамен орап, тағы да жылы жерде қалдырамыз, көтерілгенше ұстаймыз. Яғни 10 минут, 15 минут ұстасаңыздар, ол көтеріледі. Осылай бетін жапқаннан кейін 5 минуттан кейін біз пешімізді жақсылап қыздырып қоямыз. Міне осылай көтерілуі тиіс. Пешімізді қыздырып, градусын 200 градуста жақсылап пісіріп аламыз.
Енді әркімде градус әртүрлі болады, сондықтан өздеріңіздің градустарыңызға қарай пісірсеңіздер, яғни пештің градусына қарай пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде біз осы нанымызды айналдыра отырып пісірсеңіздер, сап-сары біркелкі болып піседі. Және бетін сұйық маймен майлауды ұмытпаңыздар. Жылтырап, әдемі болып көрініп тұрады. Жалпы сары маймен майласаңыздар өте тіпті дәмдірек болып шығады. Міне, біздің нанымыз дайын болды, өте дәмді және өте арасының барлығы қуыс, әдемі болып көтерілген және жұмсақ, былқылдап тұр. Міне мен сіздерге бөліп те көрсетейін арасын. Міне нанның өзін кескен кезде де байқаған боларсыздар. Міне өте жұмсақ әрі дәмді. Енді сіздер өздеріңіз жасап көріңіздер, дәмін содан кейін біле жатарсыздар. Бірақ нанның енді жұмсақтығын айта алмаймын. Өзі кескен кездің өзінде де білініп тұр. Міндетті түрде менің төмендегі каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, мені қолдап жіберіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Сіздерге бірге болған Айка шын асханасы каналымды дамыту үшін, өсіру үшін сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Менің осы нанымды жасаған жағдайда маған комментарийға пікір, видео қалдырсаңыздар өте тіптен керемет болады. Мен сіздердің видеоларыңызды кіріп, баға беріп кетермін. Рахмет, сіздермен болған Айка шын асханасы.